Сәлем достар, бүгін біз жаппасай жасайтын боламыз. Жаппасайға ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз, бастырып. Ол еттің қамырындай болса болды, ал менде дайын қамыр болғандықтан осылай жайып алдым. Міне жұқа етіп, жайып, кесіп, төрт бұрышты қылып турап аламыз дайындап. Алдымен керекті заттар жаппасайымызға осындай заттар мінекей. Ет, пияз, картоп және сәбіз. Содан кейін зира, укроп, томат пастасы, ет тартқыштан өткен қызанақ болса болғаны. Одан кейін болгар бұрышы, тұз, бұрыш. Енді кеттік. Осылай етіп мен қамырымды жайып, дайындап алдым. Кесіп дайындап қойдым. Жұп-жұқа болып тұр мінекей. Көріп тұрғандарыңыздай төрт бұрышты қылып турап, осылай дайындап қойдым. Ендігі қазанымызды отқа қойып, жай отқа қыздырып алып, үстіне майымызды құямыз. Одан кейін пиязымызды салып, шыжғырамыз. Мінекей шыжғырылып атқан үстіне етімізді саламыз. Етімізді салып шыжғырамыз. Және оның үстіне қара бұрышымызды саламыз. Осылай етіп араластырамыз. Менің етім тез пісетін болғандықтан мен 5 минуттай қуырамын. Ал сіздер өздеріңіз қалағандарыңыздай қуырып аласыздар. Оның үстіне томат пастасын саламыз, араластырамыз. Және де ет тартқышта өткен помидорымызды саламыз және оны араластырамыз. Болгар бұрышын саламыз. Оны араластырамыз. Және сәбізімізді салып, оны тағы да араластырамыз. Және де картопымызды саламыз. Және оны да араластырамыз. Және де өздеріңіздің қалауынша зира қоссаңыздар болады. Оны бұрышы тұзымызды салып, араластырамыз. Және оның үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, араластырамыз. Осылай қайнағанын күтіп, одан кейін жайлап бастап қамырымызды сала бастаймыз. Осылай міне қамырымызды салып, 30 минуттай қайнатып аламыз. Жаппасайымыз дайын. Аз болсын, және менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.